Бүгінгі біздің әдебиеттің тақырыбы Төлен Әбдіковтің қонақтар әңгімесі. Бүгінгі мақсатымыз көркем шығарманың мазмұны мен пішіні, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Әдеби шығарманың тұжырымдамасы, әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Сендерге жазушы драматург, қоғам қайраткері Төлен Әбдіковтің қысқа ғана өмірбаяны, оның шығармалары берілген, соны әуелі оқып аламыз. Одан кейін жалпы әңгіме дегеніміз не? Әңгіме оқиғаны баяндап айтуға негізделген қара сөзбен жазылған шағын шығарма. Қазақ әдебиетінде балаларға арнап тұңғыш әңгімелер жазған бұл Ыбырай Алтынсарин. Енді қонақтар әңгімесіне арналған тапсырмамызға көшсек, бірінші тапсырма әңгіменің сюжеттік композициялық құрылымын жазуымыз қажет, яғни басталуы, байланысуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі және шешімі. Екінші тапсырма берілген 3 сұраққа жауап беруіміз қажет. Ерғабыл қарт неліктен ауылдан кеткісі келмейді? Қарттың таяқты ешкімге бермеймін, баламдікі деп айтуының себебі неде? Әке жолын қуса, менің жолымды қусын, ие болсын мына қу шаңыраққа деп Ерғабыл қарт нені меңзейді? Осы жерде сұрақтарға жауап береміз. Және үшінші тапсырма